Ертеде орманда қоян өмір сүріпті. Бір күні қоян орманда сыбызғымен ойнап отқанда жанына аю келеді. Қоян, сыбызғыңды берші, мен де тартып көрейін. Мә ала ғой, бірақ өзіме қайтып бер. Жарайды. Қандай керемет ойыншық. Бұл ойыншықты енді мен саған бере алмаймын. Аю аға, берші сыбызғымды, қайтарып берші. Сөйтіп, жылап отқан қоянның жанына қасқыр келеді. Қоян, сен неге жылап отырсың? Неге жыламайын? Менің ойыншығымды аю тартып алды. Енді бермейді. Жүр кеттік, мен саған алып берейін. Ойыншықты бере алмаймын. Бұл енді менікі деп айттым емес пе саған, Қоян? Қоянжан, мен саған көмектесе алмадым. Ренжіме. Жылап отқан қоянның жанына түлкі келеді. Қоянжан, сен неге жылап отырсың? Қалай жыламайын? Аю менің ойыншығымды алып қойды, енді бермейді. Жүр кетті Қоянжан, мен саған қазір алып беремін. Аюжан, кішкентайлардың ойыншығын неге аласың? Қайтар өзіне. Жоқ, бұл менікі деп айттым емес пе? Неге түсінбейсіңдер? Қоян, ренжімеші, мен саған көмектесе алмадым. Жылап отқан қоянның жанына ара ұшып келеді. Қоянжан, сен неге жылап отырсың? Не болды саған? Қалай жыламайын? Аю менің ойыншығымды алып қойды, енді бермейді. Қоян, жүр кеттік. Мен сенің ойыншығыңды алып берем аюдан. Ой, сен қалай аласың? Бағына қасқыр да келіп алып бере алмады. Түлкі де келді, ол да алып бере алмады. Сенің әлің жетпейді, сен әлі кішкентайсың. Аю дейм, тезірек қайтар. Қазір өзіңе жаман болады. Бетім-ай, мә ойыншығым, мә. Алақай, рахмет. Енді ойыншығымды өзіме қайтар берген. Мейірдара өзінің батылдығымен қоянға көмектесіп, барлығы тату тәтті дос болып өмір сүріпті.